Алейкум, тылсым не арнасының көрермендері. Көптен күткен видео бұл бункердің түнгі түсірілімі. Алда талай ес қалған ғимаратты түнде түсіруге тырысамыз. Сапа жағына келгенде сізден кешірім сұраймын. Біз Қытайдан тапсырыс беріп алдыртқан түнге түсіретін камерамыз біздің ойымыздан шықпады. Өз ісін дұрыс атқара алмады. Сондықтан да сапа жағынан шамалы төмендесем деп болады. Одан сізден кешірім сұраймын. Ал бункер туралы айтып беретін болсам, бункер деген не деп біріңіз біліп, біріңіз білмесеңіздер, бункер дейтін соғыс кезде адамдарды бомбадан қорғанатын бөлме дедік те бар. Түсірілім барысында есіктерін көресіздер, өте қалың және де кілтеуге жауатын жерлер басқаша. Ал енді бұл бункер тойхана жанында орналасқандықтан, бункердің ішінде бос банкілерді көріп жатасыздар. Және де айтарым, бұл бункер туралы тойханада жұмыс жасайтындардан мәлімет жинағанда белгісіз дауыстар бар, дауыстар шығады, тарсылдаған, бірдеңен дауыс шығады деген әңгіме, сылс әңгіме естідік түнде деп. Сосын біз түнде түсіріп көрдім. Өз басым барып, бірақ барғанда ондай ештеңені байқамадым. Алда талай қызықты видеолар сіздерді күтеді. Ал енді бос уақытымды босқа алдың дейтіндер, аурухананың түнгі түсірілімін көргенде комментар жазған жандар айтарым, құрметті көрермендер, біз жай ғана әлеуметтік желіде жүрген видеолар шын бекен, өтірік бекен мақсатпен біздер түнде осындай еш жерлерді түсіреміз және сіздерге ұсынамыз. Сондықтан да дұрыс түсініңіздер. Ендеше бункердің түнгі түсірілімін бірге баршамыз тамашалайық. Ендеше іске сәт, бункердің түнгі түсірілімі. Ал жігіттер, баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін біздер сіздердің қолдауларыңыз арқасында канал дамып жатыр ғой. Заброшка, бұл заброшка бункер дейді, иесі қалған жердің төменгі жағын түсіріп жатырмыз. Жоғары жағы бұзылып біткен. Мынаны қараңыздар, бұның ішінде дейтін қорқынышты нәрселер бар. Өте қорқынышты нәрселер. Есіктердің өзі дейтін анау-мынау емес. Көрдіңіздер ме? Страшно болып жатыр. Есік отырғыш. Банклер, сейфтер, есік. Құрметті достар, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Біздер сіздер үшін қызықты видеолар түсіруге тырысамыз. Қазіргі таңда андай бункерларды аралаймыз. Көрдіңіздер ғой? Ескі ғимарат. Астында бірдеңелер бар. Ананың іші дейтін ескі бункер. Тығылам екен. Бірдеңелер бар ішінде. Банкілер жатыр. Мұнда не бар екен? Ескі умаликтер. Ескі туалет. Бачыт болып атқан туалет. Әжетхана. Фонарик ал дедіңдер, фонарик алдық. Жақсы түсіретін дедік. Ал енді лайк бас, коммент жазыңыздар. Жоғарыда көрсетейік.
Ошақтан шығып қашатын бірдеңелер болып тұр. İçine zet var ekan. Fanarin yakmasın kişine. Kızlar, şapka. Мына есікке жауып барған сияқты. Ескі бірді күткен баклер, ескі весы. Көсем бітті, құрметті достар. Лайк басып, коммент жазыңыздар.